Есептің берілгені Аяжан 21 жаста, бұл оның әкесінің жасының 35%-дай. Ал әкесінің жасы атасының жасының 50%-дай. Атасы неше жаста дейді. Ең алдымен біз әкесінің жасын тауып алуымыз керек. Яғни 21 Аяжанның жасы, ол әкесінің жасының 35%-ын құрап тұр. Яғни 21 ол 35%-ға тең. Енді әкесінің жасын табу үшін әкесінің жасын x деп аламыз. Ол бізде 100%-ға тең дейміз. Пропорциямен сәйкесінше көбейтеміз. 21-ді көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 35-ге. Сол кезде бізде 35 пен 21 қысқарады. 35 бізде 5 болады, 21 3 болады. Одан кейін 100 пен 5-ті қысқартамыз, 20 болады. Сонда біз 3 пен 20-ны көбейтсек, әкесінің жасы 60-та дейміз. Әкесінің жасын тауып алдық. Енді әкесінің жасы атасының жасының 50%-дай дейді. Яғни әкесі 60-та болса, ол бізде 50%-ға тең дейміз. Ал атасы 100% дейміз. Атасының жасы бізде x табатын болсақ, ол 60 көбейтілген 100 бөлінген 50. Сонда ол бізде 120-ға тең болады екен. Сонда атасы 120 жаста, А варианты дұрыс болады. Есептің берілгені дәптердің бетін бірден бастап номерлеуге 87 цифр кеткен болса, бұл дәптерлердің беттерінің санын табыңыз дейді. Бұл есеп бізде кітап бетін номерлеуге байланысты берілген есеп. Бұл жерде біз бірінші қолданылған беттерді және сол бетке кеткен цифрларды табуымыз керек. Бірінші, мысалы біз бір таңбалы беттерді санайтын болсақ, мысалы 1, 2 деп әр бетті номерлейтін болсақ, мысалы 9-ға дейін номерлесек, бір таңбалы сандар ғой бұлар. Онда біз 9 бет бар дейміз, 1-ден 9-ға дейін. Оған әр бетке бір цифрдан қолданғанымыз үшін 9 цифр қолданамыз дейміз. Мысалы, бұл жерде беттерді табу үшін 9-дан 1-ді азайтамыз, и оған 1-ді қосамыз. Сонда бізде 9 бет болады. Енді екі таңбалы беттерді табу үшін, мысалы, 10-нан 99-ға дейінгі, ол біз екі таңбалы сандар ғой. Мысалы, бұл жерде 9-шы беттен бітті, келесі екі таңбалы 10, 11, 12 деп біз 99-шы бетке алып баратын болсақ, 10-нан 99-ға дейін неше бет бар дейтін болса, біз 99-дан 10-ды азайтып 1-ді қосамыз. Сол кезде екі таңбалы беттердің саны шығады, ол бізде 90-ға тең. Сонда бізде екі таңбалы 90 бет бар екен. Енді қараймыз, 10, 11 деп белгілейтін болсақ, біз әр бетке екі цифрдан қолданып жатырмыз. Мысалы, 10-ды белгілегеніміз үшін біз оны 1, 0 деп екі цифр қолдандық. Сонда әр бетке екі цифрдан қолдансақ, 90 бетке 180 цифр қолданамыз деген сөз. Дәл солай, мысалы, 100-ші беттен 999-ші бетке дейін неше бет болады? 999-дан 100-ді азайтамыз, оған 1-ді қосамыз. Сонда 900 бет болады екен. И сәйкесінше, мысалы 100, 101 деп сөйтіп, әр бетке 3 цифрдан қолданғанымыз үшін, мысалы бір бетке мысалы 3 цифр қолдандық қой, 100-ді белгілеу үшін 1, 0, 0 деген сияқты. Сол үшін 900 бетке 2700 цифр кетеді деп айтамыз. Енді есептің берілгеніне қарап, осыған сәйкес шығарайық. Мысалы, 1-ден 9-ға дейін біз 9 бет болады, и оған 9 цифр қолданамыз дейміз. Енді бізде барлығы 87 цифр болып тұр ғой. Біз уже бір таңбалы цифрлар тауып қойдық. Енді екі таңбалы неше цифр қолданған табу үшін біз 87-ден 9-ды азайтамыз. Сонда ол бізде 78-ге тең болады. Яғни екі таңбалы 78 цифр қолданған. Енді 78 ол бізде екі таңбалы цифрлар болса, олардың беттерін табатын болсақ, оның беті сәйкесінше мына цифрдан 2 есе аз болады ғой. Сонда біз 78-ді 2-ге бөлеміз. Сол кезде бізде беттердің саны шығады. 39 бет бар деген сөз. Сонда бізде екі таңбалы 39 бет бар. Енді жалпы беттерді табу үшін екеуін бір-біріне қосамыз. Сонда бізде беттердің саны 48. Бұл жерде цифрларымыз 87, екеуін бір-біріне қосатын болсақ. Сонда бізде есептің жауабы 48-ге тең екен.
орнына қойып нешеге қояйық. Мысалы 10-шы беттен 48-ші бетке дейін дейтін болсақ, 48-ден 10-ды азайтып 1-ді қоссақ, 39 бет шығады, 2 таңбалы. Сонда жауабы бізде А варианты. Кітапта 1108 бет бар. Барлық беттерді белгілеп шығу үшін неше цифр қолданылады дейді. Енді бірінші беттер мен цифрларды жазып шығамыз. 1 таңбалы 1-ден 9-ға дейін 9 бет бар, және 9 бетке 9 цифр қолданамыз. 1, 2, осылай 9-ға дейін әр бетке 1 цифрдан қолданамыз. Одан кейін 10-нан 99-ға дейін 2 таңбалы. Яғни 10-нан 99-ға дейін 90 бет бар. Оған каждыйына 2 цифрдан қолданғандықтан 2-ге көбейтеміз, 180 цифр қолданамыз. Одан кейін 100-ші беттен 999-ші бетке дейін 900 бет бар. Әр бетке 3 цифрдан қолданғанымыз үшін 3-ке көбейтеміз, 2700 цифр қолданамыз. Одан кейін 1000-ші беттен 1108-ші бетке дейінгі беттер табамыз. Оны табу үшін 1108-ге 1000-ды азайтып 1-ді қосамыз. Сонда 109 бет болады. 109 бетті енді әр бетке 4 цифрдан қолданғанымыз үшін 4-ке көбейтеміз. Сонда 436 цифр қолданамыз. Енді цифрлардың нешеу екенін табу үшін мына цифрдің бәрін қосамыз. 1 таңбалы, 2 таңбалы, 3 таңбалы, 4 таңбалы. Бәрін қосатын болсақ, 189-ға 2400-ді қосатын болсақ, 2889, оған 436-ны қосатын болсақ, бізде 3325 деген сан шығады екен. Яғни бізде цифрлары 3325, яғни С вариантына сәйкес келеді екен. Бұл есеп бізде геометриялық есеп. Есептің берілгені АВ тең 6-ға болса, боялған бөліктің ауданын табыңыз дейді. Есептің берілгені бойынша белгілеп алайық. АВ бізде 6-ға тең, мына жеріміз 6-ға тең. Сәйкесінше, мына жалпы ұзындық 10-ға тең болса, мына жеріміз 4-ке тең болғаны. Мына ені бізде 4-ке тең, значит, мына жағы да бізде 4-ке тең. Енді бізде мына жер белгісіз. Осы боялған бөліктің ауданын табу үшін біз мына боялмаған тік бұрышты үшбұрыштардың аудандарын тауып, жалпы тік төртбұрыштың ауданынан алып тастасақ болады. Яғни бізде бірінші тік төртбұрыштың ауданын табатын болсақ, аны В-ға көбейтеміз, ұзындықты енге тауып алайық. Яғни тік төртбұрыштың ауданы бізде 10 көбейтілген 4, 40 сантиметр квадратқа тең. Келесі, енді мына фигура бізде тік бұрышты үшбұрыш, тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін біз аны В-ға көбейтеміз, 2-ге бөлеміз. Сол формула арқылы S1 мен S2-ні табайық. S1 табатын болсақ, ол бізде 10 көбейтілген 4 бөлінген 2-ге тең. Тең болады ол 20. Келесі S2-ні табатын болсақ, ол 4 көбейтілген 4 бөлінген 2. Тең болады 8 сантиметр квадрат, мынау да сантиметр квадрат. Аудандарын тауып алдық. Біз бұл тапқандарымыз боялмаған бөлігі. Яғни боялмаған бөліктері бізде общий қанша болады? 20 сантиметр квадратқа 8 сантиметр квадратты қосатын болсақ, 28 сантиметр квадратқа тең. Боялмағаны 28 квадрат, жалпысы 40 болса, біз боялған бөлікті табу үшін, боялған бөлікті табатын болсақ, барлық 40 сантиметр квадраттан азайтамыз 28 сантиметр квадратты. Сонда жауабы бізде 12 сантиметр квадратқа тең болады екен. Сонда жауабы С варианты. Есептің берілгені, суретте берілген тіктөртбұрыштың периметрі 36 сантиметр, ені ұзындығынан 6-ға кем боялған бөліктердің периметрлерінің қосындысын табу керек. Бірінші берілгені бойынша периметрі тіктөртбұрыштың 36-ға тең, ал ені ұзындығынан 6-ға кем дейді. Ұзындығын А дейік, енін В дейік. Сонда AX болатын болса, ені одан 6 сантиметрге аз деген сөз. Соны белгілеп алайық. Мына ғой бізде тіктөртбұрыш. Осы жерде ұзындық X-ға тең, мына жағымызда ұзындық X-ға тең. Ені X азайтылған 6, сәйкесінше төменгі жағыда X минус 6-ға тең. Енді формула бойынша периметрдің формуласы бізде 2A плюс В-ға тең. Осы формула бойынша біз X-тің мәнін тауып алайық.
2 шақшаның ішінде x қосылған x минус 6 тең болады 36-ға. Мынау бізде А, мынау бізде В. Енді шақшаның ішін орындасақ, ол 2x минус 6-ға тең. Мына 2-ден құтылатын болсақ, оны 36-ға бөліп жібереміз. Сонда ол 18-ге тең болады. Сонда бізде 2x тең болады. Мына минус 6 18-дің қасына плюс 6 болып барады. Сонда 24x тең болады 12-ге. Сонда бізде ұзындығымыз 12 сантиметрге тең деген сөз. X 12 сантиметр. Енді бізге мына үшбұрыштың гипотенузасын табу керек. Гипотенузасын С деп қояйық. Яғни мынау С1 болсын, мынау бізде С2 болсын. Бұл екі гипотенузаны табу үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз. Ол дегеніміз С квадрат тең болады А квадрат қосылған В квадратқа. Осы арқылы С-ны табатын болсақ, ол бізде 2 катеттің квадраттарының қосындысына тең. Сонда 12-нің квадраты қосылған 9-дың квадраты тең болады 144 қосылған 81. Бұдан бізде 225 шығады. 225-тен түбірден 15 сантиметр шығады. Сонда біз С1-іміз 15 сантиметр екенін тауып алдық. Келесі С2-ні табатын болсақ, дәл солай x-іміз 12-ге тең. 12-нің квадраты қосылған екінші катетіміз 5 сантиметр, яғни 5-тің квадраты. Енді осыдан квадраттайтын болсақ, 144 қосылған 25 түбірдің астында 169-ға тең. 169-дан бізде 13 сантиметр шығады екен. Сонда бізде екінші гипотенузамыз да 13 сантиметр екенін тауып алдық. Келесі бізге боялған бөліктердің периметрлерінің қосындысы керек. Ол үшін біз мына периметрді және мына периметрдің екеуін жеке-жеке тауып, бір-біріне қосамыз деген сөз. Сонда P1-ді табатын болсақ, 3 қабырғасын қосамыз. 15, екінші 12, үшінші қабырғасы 9-ға тең. Сонда үшеуін қосатын болсақ, ол бізде 36 сантиметрге тең болады екен. Келесі P2-ні табатын болсақ, ол 13 қосылған 12 қосылған 5. 3 қабырғасын қостық, ол бізде 30 сантиметрге тең. Енді жалпы периметр тап десе, P1 мен P2-ні қосамыз, 36 қосылған 30, сонда ол 66 сантиметрге тең. Сонда периметріміз бізде 66 D вариантына сәйкес келеді екен. Есептің берілгені, диаметрі 40 сантиметр болатын пицца тең 8 бөлікке бөлінді. Бір бөлігінің ауданын көрсетіңіз. Пи тең болады 3-ке. Енді біз бірінші дөңгелекті сызып алайық пиццаны, және оны 8 бөлікке бөлейік. Енді маған осының бір ғана бөлігінің ауданын табу керек. Мысалы, мына жерді дегенде. Енді бұны табу үшін біз дөңгелектің ауданының формуласын білуіміз керек. Дөңгелектің жалпы ауданы бізде пи r квадратқа тең. Енді маған осының 8-ден бір бөлігін тап дейтін болса, мен осыны 8-ге бөліп тастауым керек деген сөз. Сонда менде r жоқ, r деген ол бізде мына жер, яғни диаметрдің жартысын береді. Сонда r-ді табу үшін мен диаметрді 2-ге бөліп тастаймын. Диаметрім 40 сантиметр еді, 2-ге бөлсем, радиусым 20 сантиметрге тең болады. Енді ауданды табатын болсам, пи менде 3-ге тең, r квадрат дейді, 20-ның квадраты 400, және де 8-ге бөлеміз, 400 бен 8 қысқарады, 50 болады, и 3-те 50-ге көбейтемін, 150 сантиметр квадратқа тең болады. Сонда жауабы менде С варианты. Есептің берілгені бойынша өрнектің мәнін табуымыз қажет. Оны табу үшін бірінші бір жазып қоя береміз. Ал мына өрнек бізде бір азайтылған 2-ден 1-ді береді. Азайтып орындасақ 2-ден 1 болатын. Қосылған. Келесі өрнек 2-ден 1 азайтылған 3-ден 1. Яғни алдында бөлімінде тұрған сандарды
2-ге ажыратып жазамыз. 2-ден 1 азайтылған 3-тен 1. Есептесек, мына өрнекті береді. 6-дан 1-ді. Келесі, дәл солай 3-тен 1-ден азайтатын болсақ 4-тен 1-ді, яғни мына екеуі орындайтын болсақ, ол 12-ден 1 мына өрнекті береді. Енді бұларды есептесек, минус 2-ден 1 мен плюс 2-ден 1 жойылады, минус 3-тен 1 мен плюс 3-тен 1 жойылады. Сонда менде 1 қосылған 1 2, азайтылған 4-тен 1 қалады. Бұны орындасам, 4-тен беремін, 4-тен 7 қалады. Жауабы D варианты. Есептің берілгені, Айнұр төменде берілген сандардың біреуін өшірді, өшірген санның жай сан болу ықтималдылығын тап. Ықтималдылық формуласы бізде m бөлінген n-ге тең. m деген бізге керектісі, яғни жай сандардың саны, n деген бізге берілген барлық сандар. Енді барлық сан нешеу санаймыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Барлығы 10 сан екен. Енді жай сандар нешеу? Жай сан дегеніміз бірге және өзіне ғана бөлінетін сандар. Басқа бөлгіштері болмайды. Оларды санаймыз енді. Қайсы? 12 бола алмайды, 13 бола алады, 2 бола алады, 21 бола алмайды, 5 бола алады, 25 бола алмайды, 27 бола алмайды, 31 бола алады, 33 бола алмайды, 7 бола алады. Олар бізде 1, 2, 3, 4, 5 екен. Сонда n 5-ке тең. Енді ықтималдылығы 10-нан 5, 0,10-нан 5 дейміз. Жауабы А варианты. Есептің берілгені 5 факториал тең болады 120-ға. Соңындағы 0 цифрының саны 1. Онда 21 факториал мәнінің соңындағы 0 цифрының саны қанша дейді? Біз бірінші 5 факториал жазып алайық. Ол дегеніміз 1-ден бастап 5-ке дейінгі барлық сандардың көбейтіндісі. Сонда ол бізде 120-ға тең болады, яғни соңында 1 0 бар. Келесі, дәл осылай 21 факториалдың неше нөлмен аяқталатынын табуымыз керек. 1, 2, 3 деп, ол 21 санына дейінгі көбейтіндігін жазып шығамыз. Сол кезде үлкен сан шығады, соның соңындағы нөлдер неше екенін санаймыз. Оны табу үшін бірінші жолы 21-ді 5-ке бөлеміз. 21-ді 5-ке бөлсек 4 бүтін, бізде 1 қалдық қалады. Одан кейін бүтін сан бізге 5-ке бөлінбейді. Егер 5-ке бөлінетін үлкен сан шығатын болса, 5-ке бөлінбейінше бөле береміз. Бізде бұл жерде 4 5-тен кіші бөлінбейді, яғни осылай алып қаламыз. 4 0-мен аяқталады деп жазсақ болады. Келесі екінші тәсіл, 1-ден бастап 21-ге дейінгі сандардың көбейтіндісін жазып алып, оның құрамында 5 бар сандарды тереміз. Мысалы, 5, одан кейін 10, 15, 20 деген сандар 1 мен 21-дің арасындағы құрамында 5 бар сандар. Мысалы, 5 деген 5 көбейтілген 1, 10 дегеніміз 5 көбейтілген 2, 15 дегеніміз 5 көбейтілген 3, 20 деген ол 5 көбейтілген 4. Сонда құрамында 5 бар сандарды біз жаздық, және оларды ашып көбейтінді түрінде жаздық. Осының ішінде 5-тер неше рет бар, сонша нөлмен аяқталады десек те болады. Мысалы, 1, 2, 3, 4. Бізде құрамында 4-5 бар, онда ол 4 0-мен аяқталады деп. Екі жолмен де шығара берсек болады. Сонда жауабы бізде С варианты дұрыс болады. Есептің берілгені, қамзол сөзінің әріптерінен бір дауысты және бір дауыссыз әріптерді қанша тәсілмен таңдап алуға болатынын табыңыз. Бұл есепті теру формуласымен шығарамыз. С тең болады nk, n факториал, k факториал, және де n минус k факториалға көбейтіндісі. Енді есепті шығармас бұрын біз дауысты әріптер неше санап аламыз? Дауысты әріптер менде А және О. Екі дауысты әріп бар. Содан бір дауыстыны таңдаймыз. Яғни екі әріптен біреуін таңдап аламыз. Сонда 2 факториал, 1 факториал және де 2 минус 1 факториал. Ол бізде 2-ге тең болады. Келесі дәл осылай. С. Дауыссыздар нешеу? Қ, М, З, Л. 4 әріп бар. 4 әріптен бір дауыссыз таңдаймыз.
4 факториал, 1 факториал, 4 минус 1 факториал. Бұл дегеніміз 4 факториал бөлінген 3 факториал, ол бізде 4-ті береді. Енді осы жерде арасында және деген сөз болатын болса, біз шыққан 2 мәнді көбейтеміз. Ал немесе дейтін болса, ол кезде біз қосамыз. Бізде және дегендіктен 2-ні 4-ке көбейтеміз, сонда ол 8-ге тең болады. Жауабы В варианты. Есептің берілгені 3, 4 және 5 цифрларын қолданып, цифрлары қайталанбайтындай етіп неше әртүрлі үш таңбалы сандар құрастыруға болатынын табыңыз дейді. Енді үш таңбалы сан болатын болса, мен 3 орын сызамын. Бірінші жүздік, ондық, бірліктен тұратын. Енді 300, 400, 500 деп мен сандарды бастай аламын. Сол үшін жерге 3 цифрдің үшеуін де қоя аламын. Мен мысалы бұл жерге 5 деген сан қойдым дейін. 500 деп бастап жатырмын. Онда 5-ті сызсайым. Келесі ондыққа, бірлікке мен 5-ті қоя алмаймын. Қайталамау керек өткен цифрларды. Енді келесі орынға мен 4-ті немесе 3-ті қоя аламын. Мен ол жерге 3-ті қояйын. 4-ті немесе 3-ті қойсам, екі цифрдің біреуін қоямын. Мен ол жерге мысалы 3-ті қойдым дейін. Келесі бірлікке мен 3-ті де 5-ті де қоя алмаймын. Ол жерге тек қана 4-ті қоямын. Яғни бір цифр ғана қоя аламын. 4 деген. Сонда менде сандарды көбейтетін болсам, 6 деген жауап шығады. Жауабы Д варианты болады. Есептің берілгені бойынша берілген көп бұрыштың бір бұрышын табуымыз керек. Бізде 3 бұрыш, 1 бұрышы 60 градусқа тең. Оны қалай таптық? Бізде көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын табу формуласы n-2 көбейтілген 180 градус. Енді осы формулаға қойып, мысалы, 3 бұрыштың ішкі бұрыштарын табайық. Ол 3 бұрыш азайтылған 2 көбейтілген 180. Тең болады 180-ге. Бұл бізде 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы мынау үшеуін қостық 180 шығады. Енді осыны 3-ке бөлеміз. Сол кезде бізде бір бұрышын табамыз. Ол 60 градусқа тең. Сонда бір бұрышы 60 градусқа тең деген сөз. Келесі, дәл осылай 4 бұрыштың ішкі бұрыштарын табайық. 4 азайтылған 2 көбейтілген 180. Тең болады 360 градусқа. Енді бір бұрышын табатын болсақ, 4 бұрышы болғандықтан 4-ке бөліп тастаймыз. Сол кезде бір бұрыш шығады. Ол бізде 90 градусқа тең. Келесі 5 бұрыш азайтамыз 2-ні, көбейтеміз 180-ді. Ол бізде 540-қа тең. 5-ке бөлеміз, сол кезде бір бұрышы шығады 108 градусқа тең. Дәл осылай мына 6 бұрыш табамыз. 6 азайтылған 2 көбейтеміз 180-ге тең болады. 4 көбейтілген 180 бізде 720-ға тең. 720-ны бөлеміз 6-ға, бір бұрышы 120 градусқа тең болады екен. Сонда жауабы С. Есептің берілгені бойынша сұрақ белгісінің орындағы санды табу керек. Бірінші фигураларды қарайық. Бізде боялған және сыртында қоршалған фигура бар. Ішкі фигураның бұрыштарын жазып алайық. Ол бізде 3 бұрыш бар. Келесі сыртындағы фигураның бұрышы сәйкесінше 4-еу. Сонда ол 3-тің 4 дәрежесі болады. Бұл бізде 81-ге тең. Келесі 1, 2, 3, 4, 5. Яғни ішіндегі фигураның бұрышы 5-еу. Енді сыртында орналасқан фигураның бұрышын санайын. 1, 2, 3, 4. Сонда 5-тің 4 дәрежесі 625. Келесі ішіндегі фигураның 3 бұрышы бар. Сыртындағы фигураны санайын. 2, 3, 4, 5. Сыртқы фигураның 5 бұрышы. Сонда 3-тің 5 дәрежесі. Ол бізде 243-ге тең. Жауабы В. Бұл есеп бізде концентрация тақырыбына берілген. 40% тұз ерітіндісін алу үшін 20 кг 30% тұз ерітіндісіне қанша 50% тұз ерітіндісін қосу керек екенін табыңыз дейді. Яғни бұл жерде біз екі затты араластырамыз. Нәтижесінде жаңа бір зат пайда болады. Мысалы, бірінші 20 кг 30% тұз ерітіндісі.
20 килограмм проценті 30% тұз ерітіндісі. Оған 50% тұз ерітіндісін қостық, араластырдық. Оның массасы бізде белгісіз. Екеуін араластырған кезде жаңа бір зат пайда болды. Ода 40% тұз ерітіндісі. И оның массасы бізде сәйкесінше 20 қосылған X болады. Екеуін қосқанда шыққандықтан. Енді X табу үшін біз олардың массасы мен проценттерін көбейтеміз. Сәйкесінше. Көбейтін болсақ, 20 көбейтілген 30 қосылған 50 көбейтілген X тең болады 40 көбейтілген 20 қосылған X. 600 қосылған 50X тең болады 800 қосылған 40X. X-тарды бір жаққа шығарсам менде 10X шығады. 800-ден 600 айтсам 200 болады. X тең болады 20-ға. Сонда 50% тұз ерітіндісінен 20 килограмм қосу керек. Келесі есеп, суреттегі боялған бөліктің ауданын есептеңіз дейді. Пи тең болады 3-ге. Бұл жерде бізде боялған бөліктің ауданы керек болатын болса, мына жерді X бізде белгісіз. Оны табу үшін бізде радиус белгілі, мына жеріміз 6-ға тең, онда мына жерде 6 деген сөз. Енді қараймыз, бізде бұл дөңгелек берілсе, соның неше бөлігі? Дөңгелек берілетін болса, соның 4-тен 1 бөлігі, яғни 4 бөлікке бөлеміз, соның 1 бөлігінің ауданын тап деп тұр. Жалпы дөңгелектің ауданының формуласы бізде пи r квадрат еді. Соның маған мынау 4-тен 1 бөлік керек болғандықтан, оны 4-ке бөліп тастаймыз. Сонда менде мына жер ғана шығады ауданы. Оны табу үшін пи бізде 3-ке тең, r бізде 6 болса квадраты 36-ға тең, бөлінген 4. 36-ны 4-ке бөлсек 9, 9 үшін 27. Жауабы 27. Д варианты. Анасы Асқатқа жаңа жылға арналған конус тәріздес Буратинаның бас киімін тігу үшін баласының басының керекті өлшемдерін алды. Басының шеңбер бойы мен ұзындығы 144 см және биіктігі 18 см болды. Мұндағы пи 3-ке тең, анасына қажетті қағаз мөлшері қанша екенін анықтаңыз дейді. Енді бұл жерде бізде берілген фигура конус, оған қажетті қағаз мөлшерін табу үшін біз конустың бүйір бетінің ауданын тапсақ болды. Сонда оның формуласы пи р л-ға тең. Бізде бұл жерде r белгісіз және де l да белгісіз. Бізде белгілі h. Енді бізде конустың табаны шеңбер. Шеңбердің ұзындығы бізде белгілі. Оның формуласы 2π r-ға тең. Осы арқылы мен радиус тауып аламын. Радиус табу үшін мен ұзындықты 2π-ға бөлуім керек. Сонда ұзындық деп отырғанымыз бізде пи 144-ке тең, 2 көбейтілген 3, 144-ті 6-ға бөлсек, бізде 24 сантиметр болады. Радиусымыз бізде 24. Енді біз келесі кезекте L-ді табамыз. L бізде гипотенуза болып тұр. Гипотенузаны табу үшін Пифагор теоремасымен биіктіктің квадраты мен радиустың квадраттарын қоссақ болады. Сонда 18-дің квадраты қосылған 24-дің квадраты. Дүбірдің астында. Есептесек 324 қосылған 576. Есептесек ол бізде дүбір астында 900 болады. Одан бізде дүбірден 30 см шығады. Келесі кезекте S аудан, бүйір бетінің ауданын табатын болсақ, пи 3-ке тең, радиусымыз 24-ке тең, және L бізде 30-ға тең. Көбейтсек 2160 сантиметр квадрат шығады. Жауабы В. Қорапта 24 қызыл, 18 ақ және 20 жасыл шар бар. Қораптан кездейсоқ алынған бір шардың ақ түсті болу ықтималдығын көрсетіңіз дейді. Ықтималдылық формуласы m бөлінген n-ге тең. n деп отырған барлық шарлардың саны, m деген бізге қажеттісі, яғни ақ түсті шарлардың саны. Енді n-ді табатын болсақ, барлық шарларды қосамыз. 24 қосылған 18 қосылған 20 тең болады 62-ге.
Сонда n-нің орнына 62 қоямыз. Ал m деп отырған ол бізде ақ түсті шар болу ықтималдылығы, яғни ақ түсті шарлар бізде 18. Екеуін қысқартатын болсақ, екеуі 2-ге бөлінеді, 9 бөлінген 31. Сонда жауабы 31-ден 9. С варианты. Келесі есеп 2, 23, 8, 29, 14, 35 сандар тізбегі белгілі бір заңдылықпен берілген. Келесі санды анықтаңыз дейді. Жазып алайық. 2, 23, 8, 29, 14, 35. Бұл сандарда бізде тақ орынды сандарды қарайық. Олар 2, 8 аралығы 6 санға өсті. Келесі 8 бен 14-ті қарасақ, ол 6 санға өсті. Келесі тұратын санымыз тағы да 6-ға өсу керек. Сонда ол 20 болады екен. Енді жұп орындарды тексерейік. 23, 29-ға өсті. 6-ға өсті. 29, 35 болды. Тоже 6-ға өсті. Сонда бізде келесі тұрған санымыз 20 В варианты болады екен. Келесі есеп 2021-дің 2022 дәрежесі азайтылған 28-дің 6 дәрежесі соңғы цифры нешемен аяқталатынын табуымыз керек. Бұл жерде ескеруіміз керек, бізге 2021-дің барлығы емес, маған тек қана соңғы цифры ғана қажет. 1. 1-дің кез келген дәрежесі өзімен аяқталады. Сонда жауабы 1. Сонда соңғы цифры 1-мен аяқталады деген сөз. Келесі 28-дің 6 дәрежесі дейді. Бұл жерде де бізге 2 керек емес, 8-дің дәрежелерін қараймыз. 8-дің 1 дәрежесі 8-ге тең. 8-дің квадраты 64, яғни соңғы цифры 4-ге тең. Келесі 8-дің 3 дәрежесі бізде соңғы цифры 2-мен аяқталады, 512. Келесі 8-дің 4 дәрежесі соңғы цифры бізде 6-мен аяқталады. Енді келесі 5 дәрежесі қайттан 8-бен, 6 дәрежесі қайттан 4-бен сөйтіп қайталана береді. 4 дәрежеден кейін соңғы цифрлар қайталана бергендіктен мен тек қана 4 дәрежеге дейін аламын. Енді бізде 8-дің 6 дәрежесі дейді. Сол үшін мен 6-ны 4 дәреже сайын қайталанғандықтан 4-ке бөлемін. Сонда менде қалдық 2 қалдық қалады. Яғни 2 қалдық қалса, мен 8-дің квадратының соңғы санын алам, яғни менде 8-дің 6 дәрежесі мына санмен аяқталады деген сөз. 4 деген санмен аяқталады. Ал егер бізде 1 қалдық қалатын болса, 8-ді аламыз, 2 қалдық қалса 4, 3 қалдық қалса 2, ал мүлдем қалдық қалмайтын болса, онда соңғы 4 дәреженің соңғы цифрын аламыз. Енді біз тауып алдық, біріншіміз 1 деген санмен аяқталады, екінші өрнегіміз 4 деген санмен аяқталады. Соңғы цифрлары. Бұның алдында көп сан бар, оны жазбаймыз, бізге керек емес. Мына 4-тің алдында да бірнеше сан бар. Енді бізге мына екеуін азайтқан кезде нешемен аяқталатынын табу үшін мынаның алдында бір санды қарызға аламыз. 11, 11-ден 4 азайтсам 7. Сонда жауабы Д варианты. Есептің берілгені ол В көбейтілгенді 28 дейді, А көбейтілгенді 8 дейді, В көбейтілген С 21, А көбейтілген С 6-ға тең дейді. Енді бұл жерде қараймыз. А көбейтілген С 6-ға тең болса, екеуін қандай санның көбейтіндісі 6-ға тең екенін қараймыз. Мысалы, А-ны 2 деп алатын болсақ, С-ны 3 деп алатын болсақ, екеуі 6-ға тең болады. Енді келесі А бізде қай жерде бар? Мына жерде бар. А-ның орнына дәл сол санды қоямын. 2, Д онда 4-ке тең деген сөз. Келесі бізде Б әлі таппадық. С-ны қараймыз. С бізде 3-ке тең еді. 3-ті нешеге көбейтсек 21 болады. Сонда Б бізде 7-ге тең деген сөз. 7, 3, 21. Келесі Б бізде 7 екенін таптық. Ал Д деп отырғанымыз 4. Екеуін көбейтсек 28. Енді біз А деп отырғанымыз 2-ге тең, Б деп отырғанымыз 7-ге тең, С дегеніміз 3-ке тең, және Д 4-ке тең екенін тауып алдық. Осы бойынша енді сан құрастырамыз. А, Б деп отырған бізде 27. Ал С деп отырғанымыз ол бізде 34. Екеуінің көбейтіндісін тап десе, 27-ні көбейтеміз 34-ке, ол бізде 918 болады. Сонда жауабы Д.